Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кәде сый. Мақсаты кәде сый атауларымен танысу, сыйлық неден жасалғанын айтып үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока называется сувенир. Сегодня познакомимся с названиями сувениров и узнаем, из чего делаются подарки. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: кәде сый, сувенир; текемет, либо кашма с узорами; ою-өрнек, орнаменты и узоры; қымбат, дорогой; мұра, наследие; сәнді, модный; киіз, войлок. Қайталайық: кәде сый, текемет, ою-өрнек, қымбат, мұра, сәнді, киіз. Жаңа сөздерді дәптерге жазып аламыз. Келесі бірінші тапсырма. Суреттерді қарап салыстырамыз. Және де сөз тіркесін құраймыз. На картинке изображен текемет. Вам нужно будет сравнить их и составить словосочетание. Мысалға, текемет әдемі. Текеметтің суреті. Еще какие словосочетания можно составить? Жақсы, келесі екінші тапсырма. Түсініп оқы. Мы сейчас с вами прочитаем текст. Текемет қазақ халқының көнеден келе жатқан қолөнер мұрасы. Текеметті қойдың жүнінен жасайды. Шеберлер оның бетіне түрлі түсті ою-өрнек салады. Текеметтің оюы киімнің оюынан басқаша болады. Бұл оюлар ірі болады және ретпен орналасады. Әр оюдың мағынасы бар. Олар тау мен тасты, жасыл жайлауды бейнелейді. Текеметтің ортасына және шетіне арналған ою-өрнектер болады. Текемет денсаулыққа пайдалы. Ол суық өткізбейді. Текеметке жәндіктер жоламайды. Текеметті бұрын кәде сый ретінде де берген. Өйткені ол қымбат бұйым. Қазіргі уақытта да текемет сияқты киізден жасалатын кәде сыйлар өте көп. Мысалы, киізден түрлі қуыршақ, сөмке және дизайнерлік киімдер жасайды. Еще раз прочитайте самостоятельно текст. Келесі үшінші тапсырма. Выберите название каждой части текста. То есть вам нужно будет найти предложение, в котором говорится текеметтің пайдасы, то есть польза текемета. Дальше нужно найти предложение, в котором говорится текеметтің оюы, то есть об орнаментах текемета. И так далее. Это задание устное. Прочитайте перевод данного текста. Келесі төртінші тапсырма. Прочитайте предметы на картинке. Балалар, бірге оқиық. Текемет, білезік, қамшы, қамзол, сәукеле, қап, торсық, қоржын, кітап, құмыра, құрт, астау, еттік, тостаған, шелек және киізден жасалған ойыншық. Ребята, внимательно просмотрите на эти предметы. Келесі бесінші тапсырма. Из данных картинок нужно выписать предметы, которые сделаны из войлока. То есть из этих предметов нужно выписать. Затем составить несколько предложений. Жақсы, это задание письменное, выполняем в тетради. Енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.